Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте жұмсақ болып шығатын ірімшік қосылған булочкаларды бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар, және де барлық керекті заттар бөлме температурасындағы болғаны дұрыс. Ең алдымен таза ыдысымызға айранымызды және де бір жұмыртқаны жарып аламыз, және де оған ерітілген сары майды қосамыз. Осылардың үстіне қант және де сәл ғана тұз қосатын боламыз. Ал енді осының үстіне ашытқымызды саламыз және де жүгері крахмалынан сәл қосатын боламыз. Енді осылардың барлығын бір қалыпты масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осылай жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Ал енді осының үстінен електен өткізілген ұнымызды ақырындап сала бастаймыз. Бірден барлық ұнды салмаңыздар. Осылай жартысын салып, нанымызды елеп, одан жетпей жатса тағы да үстінен салатын боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып қамырымызды елейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай және де жұмсақтау болуы керек. Ал енді осы елеген қамырымыздың үстіне сәл сұйық май құйып, оны тағы да бір рет елейміз. Және де бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай уақытқа қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Бір сағаттай уақыттан кейін біздің қамырымыз көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де қолға жабыспайтын болып шықты. Енді осы қамырымызды духовканың табасына пергамент қағазын төсеп, осылай бөліп салатын боламыз. Осындай бірдей бөліктерге бөлсеңіздер болады. Осылай 7-8 булочки шығады. Орысша аты ватрушки. Және де осылай стаканның көмегімен ортасынан қойып шығамыз, және де бетін жауып, тағы да бір жарты сағатқа қамырымыз көтерілуге қоямыз. Ал енді қамырымыз көтерілгенше біз салмамызды дайындайық. Ол үшін осындай ірімшік аламыз, немесе сүзбе деп те аталынады. Менікі үй жағдайында жасалынған ірімшік. Осының үстінен 2-3 қасықтай қаймағымызды саламыз, және де қант қосамыз. Және де бір жұмыртқамызды қосамыз. Енді осының барлығын блендердің көмегімен бір қалыпты масса болғанша араластыратын боламыз. Егер блендер болмаса, кәдімгі миксердің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Блендердің көмегімен араластырсаңыздар осындай бір қалыпты масса болып шығады. Міне біздің булочкаларымыз көріп тұрғандарыңыздай көтерілген. Енді осыны тағы да бір рет стаканның көмегімен басып шығамыз. Және де осы басылған жерлерге біз салмамызды саламыз. Осы 1-2 қасықтай салмамыз кетеді. Ал енді салмамыз салып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Әрине өз пешіңізге байланысты қараңыздар. Градусында, уақытында өз пештеріңізге байланысты болады. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, аппетитный болып шықты. Бірден суымай тұрып та жеуге болады, немесе суығанын күтіп жесеңіздер де болады. Дәмі деген өте әдемі, ерекше болып шығады.
міндетті түрде жасап өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше қош саламатта болыңыздар.